Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الدرس التاسع والأربعون 49-шы дәріс. Бұл дәрісте 49-дан 51-ге өтеміз. Өйткені 49-да тек қана сөздік, ал 50-де тек қана жүмлә. Қазақша мағыналарын жазбаңыздар. الدرس الخمسون 50-шы дәрісі. Ал-Ахадису шарифа. Шарапатты хадистер дейді. Ол 50-шы дәрісте хадистер келтіреді. Бисмилlah. Қала набиюна ва расулуна Мухаммадун алейхиссалату вассалам. Пайғамбарымыз, елшіміз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Талаб аль-илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин. Білім талап ету әрбір мұсылман ерге және әрбір мұсылман әйелге парыз дейді. Утлубу аль-илма минал махди илал лахди. Білімді бесіктен қабірге дейін талап етіңдер дейді. Қалилул илми хайрун мин касирил ибадати мин гайри илмин. Ілімнің азы дейді, ғибадаттың көбінен жақсырақ дейді. Қандай ғибадат? Білімсіз болған. Білімсіз болған ғибадат, көп ғибадаттан аз ілім хайырлы дейді, жақсы дейді. Афдалул ибадати талабул илми. Ғибадаттың ең абзалы, ең жақсысы ол ілім талап ету дейді. Ва назар раджули фил илми сағатан хайрун лаху min ibadati siddina sanatan. Кісінің дейді, білімге бір сәт назар салуы, яғни бір сәт, бір шамалы уақыт, қанша, бір сағат емес, бір сәтті, бір сәт назар салуы оған жақсырақ дейді, 60 жыл ғибадаттан жақсырақ дейді. Сондықтан білім алу керек. 60 жылдық ғибадаттың жақсы болса, аз ғана білімге назар салу. Алла, қандай жақсы. Мен хұржа мин бейтихи фи талабил илми фахуа фи сабилиллахи иля ан ярджиға иля бейтихи. Кім үйінен шықса дейді, білім талап етуде. Білім талап етуде кім үйінен шықса, фахуа фи сабилиллахи, ол Алланың жолында болады дейді. Қашанға дейін? Иля ан ярджиға иля бейт, үйіне қайтқанға дейін. Онда ол Алла жолында болады. Яғни сол жолда қайтыс болса шахид болады. Ан-насу имма алим ау мутааллимун тилмизун ва гайрухума фахамажун. Адамдар дейді, не ілім үйретуші болады, алим болады, немесе ілім алушы болады дейді. Шәкірт болады дейді. Ва гайрухума, осы екеуінен басқасы дейді, фахамажун деген бос нәрсе деген ғой. Ан-насу раджулани. Адамдар дейді, екі түрлі болады дейді. Раджулани деген екі кісі болады деген. Екі түрлі болады дейді. Алим, білім беруші болады, ва мутағалим, білім алушы болады дейді. Хума, осы екеуі, фил әжри сауабын, сауапта, сауап алуында бірдей дейді. Сондықтан шәкіртте, ұстазда сауап алу тұрғысынан екеуі де бірдей болады деген. Лайса хайрукум ман тарака дуньяху ли ахиратихи. Сендердің ең жақсыларың дейді, ахирет үшін дүниені тастап қойған емес дейді. Лайса емес дейді. Сендердің ең жақсыларың ахирет үшін дүниені тастап қойған емес дейді. Ау немесе дейді, ахиратаху ли дуньяху. Дүние үшін дейді, дүниесі үшін ахиретті тастап қойған емес дейді. Бәл дейді, хайрукум, керісінше, сендердің ең жақсыларың мән ахаза мин хазихи ва хазихи. Яғни дүниеде де, ахиретті де ұстағандар дейді. Ахирет пен дүниені бірдей ұстағандар ең жақсыларың деп тұрған. Антум ағламу би умури дүниякум.
Сендер дүние істерін дейді жақсы білушісіңдер дейді. Ал-муъминул қауию хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминини ад-даифи. Қуатты мұсылман жақсырақ дейді, және Аллаға әлсіз мұсылманнан қарағанда сүйкімдірек дейді. Ниғмал малу салиху лироджули салихи. Неғме қандай жақсы дейді. Ізгі кісінің малы дейді. Ізгі адам үшін дейді қандай жақсы дейді. Ғиззу дуния бил мали ва ғиззул ахирати бил ағмали. Дүниенің қадірі дейді. Дүниенің қадірі атағы десек те болады. Мал, билмал, малмен болады дейді. Ва ғиззул ахирати, ақиреттің қадірі атағы амалдармен болады дейді. Наумул алими афдалу мин ибадатил джахили. Мына жерде нүкте бар. Ғалым адамның ұйықтауы дейді. Надан білімсіздің ғибадатынан жақсырақ дейді. Машалла, не деген, иә? Ғалымдардан болу нәсіп етсін Алла Тағала. Ғалым адамның ұйықтауы, жахил деген надан, яғни білімсіз адамның ғибадатынан жақсырақ дейді. Мән қаула ән алимун, кім мен ғалым деп айтса дейді, өз-өзін, мен ғалым деп айтса, фахуа жахил, онда ол надан дейді. Өйткені ұстаздардың көбісі шәкіртпіз ғой деп айтады. Білім талап етушіміз ғой, шәкіртпіз ғой деп айтады. Немесе жамағатпыз ғой деп айтады. Талабул халали фаридатун аля кулли муслимин. Халалды талап ету, халалдан іздеу әрбір мұсылманға парыз дейді. Афдалул аъмали ал-касбу минал халали. Істердің ең жақсы, амалдардың ең жақсы халалдан кәсіп ету, халалдан табу. Атойябу ма акалтум мин каспикум. Сендердің өз кәсіптеріңден, яғни өз еңбек етулерінен жеген нәрселерің жақсырақ дейді. Яғни өзің жұмыс істеп, табыс тауып жегенің жақсы да. Біреудің қолына қарап отырмайшы. Қазір қанша адамдар бар ғой, әке-шешесі өлген соң пенсиясымен өмір сүретін, үйленіп алып, үйінде де жүретіндер бар ғой, жұмыс істемейтін. Ауылдарда көп қой. Аллаху Тағала ябғуду ас-сахиха ал-фариға. Яғни әл-баттауля деген бездельник. Не қандай? Сандалбай дейтін ғой. Алла Тағала дейді, ашуланады дейді. Кімге? Бос, сау адамға. Денсаулығы бар, күш қуаты бар, бірақ жұмыс істемейді. Сондай адамдарға Алла Тағала бездельник, яғни бездельникке Алла Тағала ашуланады дейді. Атиябул каспи касбут туджари. Кәсіптің ең жақсысы сатушының кәсібі дейді. Саудагерлердің кәсібі дейді. Сауда кәсібі дейді. Афдалул муъминина иманан ахсанухум ахлақан. Мұсылмандардың иман тұрғысынан дейді. Ең абзалы дейді. Ол олардың мінез құлық тұрғысынан дейді, ең жақсысы дейді. Мұсылмандардың ішінде ең жақсысы, яғни мінез құлық тұрғысынан мұсылмандардың ең абзалы, яғни сол мінез құлқы жақсы болған адам абзал деп тұр. Ахаббукум илайя, маған сендердің ең сүйкімділерің дейді. Ва ақрабукум минни яумил қиямати. Қиямет күні минни деген маған сендердің жақын болғандарың дейді. Ахасинукум ахлақын, және мінез тұрғысынан сендердің ең жақсы болғандарың дейді. Сол маған сендердің сүйкімді болғандарың деп тұр. Айсарул ибадати, ғибадаттың ең жеңілі ас-сумту, үндемеу дейді. Бос сөз сөйлей бермеу дейді, үндемеу. Ва хуснул халқи, және мінездің жақсысы дейді. Яғни көркем мінез дейді. Ғибадаттың ең жеңілі көркем мінезді болсаң, үндемесең жақсы деп жатыр. Алейкум би хуснил халқи.
fa inna sahibahu fil jannati. Сендерге яғни көркем мінез құлыққа жабысыңдар деген, алейкум дегенше. Көркем мінез құлыққа жабысыңдар дейді. Файна сахибаху дейді. Көркем, расында көркем мінездің иесі дейді, жәннатта болады дейді. Ва иякум ва суал халқи. Сендер дейді, жаман мінезден аулақ болыңдар дейді. Файна сахибаху финнар. Расында оның иесі тозақта болады дейді. Алла сақтасын. Иннал абда ла яблугу би хуснил халқи даражати дуния вал ахирати. Расында құл дейді, көркем мінездерімен дейді, көркем мінезімен дүние және ақиреттің дәрежелеріне жетеді дейді. Иннал абда ла деген, ла күшейтпейді ғой, күшейтпір, расында шында деген. Ахаббун наси илаллахи тағала ман хуа анфағу линнаси. Адамдардың Аллаға, Алла тағалаға ең сүйкімдісі дейді, ол адамдарға дейді, көп пайда беруші дейді. Адамдарға көп пайда беруші дейді. Ман ла ярхамун наса ла ярхамуху Аллаху тағала. Адамдарға рахымдық етпейтін адам дейді, оны Алла тағала рахмет етпейді дейді. Яғни кім адамдарға рахмет етпесе, Алла тағала оған да рахмет етпейді дейді. Ман ла ярхам ла юрхам. Кім рахмет етпесе, рахым етілмейді дейді. Яғни Алла тағала тарапынан рахым етілмейді. Ва ман ла яғфир ла юғфар лаху. Кім кешірмесе дейді, ол кешірілмейді дейді. Алла тағала тарапынан кешірілмейді. Ирхаму, сондықтан кешірімді болайық деп айтады, кешірімді болыңдар деп. Ирхаму турхаму. Рахым етіңдер, мейірімді болыңдар. Егер мейірімді болсаңдар, турхаму, сендер де рахым етілесіңдер дейді. Алла тағала тарапынан рахымдылыққа иеленесіңдер дейді. Уағфиру, кешірімді болыңдар. Юғфар лакум, сендер де кешірілесіңдер дейді. Лакум, сендер де кешірілесіңдер. Хайрун наси ман янфағун наса. Адамдардың ең хайырлысы адамдарға пайда беретіндер. Иннама ярхамуллаху мин ибадихи ар-рухамаа. Шынында Алла тағала құлдарының ішінен мейірімділерге дейді, рахмет ет дейді. Мейірімділерге рахмет ет. Унзуру иля ман хуа асфалу минкум ай тахтакум дейді. Өздерінен төменгі болған кісіге қараңдар дейді. Дүние тұрғысынан, дүние табу тұрғысынан өзінен төмен адамға қара дейді. Валя танзуру иля ман хуа фауқукум. Өздерінен жоғары болған адамға дейді, қарамаңдар дейді. Бұл дүние табу тұрғысынан. Дүние табу тұрғысынан өзіне үлкенге қарайтын болсаң, қуып кете бересің дүниені, соңына жетпейсің. Мысалы үшін бір өзіне үлкен адамға қарадың, одан дүние табудан оздың ба, одан кейін басқасына қарайсың. Өзіне үлкен байлар көп қой, соған қарайсың, кете бересің, дүниені қуып кете бересің. Сондықтан өзіне үлкенге қарамаң дейді. Егер өзің төменге қарасаң дейді, Құдайға шүкір деп қаласың да. Күн өзің өміріңе Құдайға шүкір деп қаласың, өзің төменге қарасаңшы. Әрі денсаулығына кетпейді. Хамлул аса мин аламатил муъминина ва суннатил анбияи. Таяқты көтеріп жүру мұсылмандардың белгілерінен дейді, және пайғамбарлардың сүннеттерінен дейді. Бұрын қарайтын болсақ, бұрын аталардың көбісі таяқ ұстап жүретін еді. Белдері ауырмаса да, таяққа мұқтаж болмаса да, сүйенуге. Бірақ көбінесе таяқ ұстап жүретін еді. Қазіргі аталар тек қана бел ауырып, сүйенуге тура келген жағдайда ғана істейді. Таяқ ұстап жүру ол мұсылманның белгісінен екен, және пайғамбарлардың сүннетінен екен. Әл-жару қабләд-дари ва рафиқу қабләд-тариқ дейді. Бұл деген Әл-жару қабләд-дар деген дар үй, үйден бұрын көрші деген, яғни үйден бұрын көрші таңда дейді. Көршілеріне қара дейді. Көршілер жақсы ма, жаман ба? Жақсы болса үйді ал деп жатыр да.
Ва рафиқу қаблат тариқ деген жолға шықпастан бұрын рафиқ жақсы серік таңда дейді. Жаныңа бір сапарда саған Алланы еске алатын сондай бір жақсы серік таңда дейді. Әсіресе умраға барған кездерде сондай жақсы адамдармен бару керек. Әзілқой достармен барсаң, ол әркімге прикол ұстап мазаңды алады басқаша. Әсіресе класстармен бармау керек. Олар бір-біріне көп прикол ұстайды деген секілді. Әл-муслимуна ихватун. Мұсылмандар бір-біріне бауыр дейді. Ла фадла ли ахадин аля ахадин. Біреудің екіншіден дейді артықшылығы жоқ дейді. Илля биттақва, тек қана тақуалықпен артықшылық болады дейді. Бір адам біреуден байлығымен, яғни Алланың құзырында ғой. Алланың құзырында біреуден тек қана артықшылығы тақуалықпен болады дейді. Яғни сен байсың ба, кедейсің ба, оған қарамайды, Алла тағала тек қана тақуалығына қарайды. Ияка ва қарина суи. Ияка жаман достан аулақ бол дейді. Ияка деңіз аулақ бол дейді. Сен жаман достан аулақ бол дейді. Фа иннака туғрафу бихи. Расында сен бихи сол жаман доспен белгілі боласың дейді, таныласың дейді. Яғни сенің кім екеніңді айтып берейін ба? Егер сен досыңды айт, мен сенің кім екеніңді айтып беремін деп айтады ғой. Осы хадис қой сол. Досың қандай болса сен де сондайсың деген. Өйткені жоғалтты оның жамандығы. Ашкарун наси лиллахи ашкарухум линнаси. Адамдардың Аллаға ең шүкір етушісі дейді. Олардың адамдарға шүкір етушілері дейді. Әл-джаннату дарул асхияи. Жаннат дейді. Жомарттардың мекендері дейді. Жомарт адам жаннатқа бірінші кіреді деп айтады ғой. Алейка фил умури бил аусати. Сендерге дейді бір нәрселерде сен дейді қандай да бір нәрселерде ортасын ұстан дейді. Орта жол ұстан дейді, яғни хайрул умури аусатуха. Қандай бір мәселелердің ең жақсысы дейді, оның ортасын ұстану дейді. Иннабна адама ла харисун лима муниға анху дейді. Расында адам баласы дейді, одан тосылған нәрсеге дейді құлшынып тұрады дейді. Ла харисун деген қатты қалап тұрады дейді. Соны істегісі келіп тұрады дейді. Расында ғой, қанша нәрселерін тыйылғанбыз, бәрі адамдар сол нәрсені істегісі келіп тұрады. Иякум ва зонна. Сендер андай ойдан, яғни болжам жасаудан аулақ болыңдар дейді. Фа инна зонна акзабул хадиси. Расында бұл болжам жасау, ой айту әңгіменің ең өтірігі дейді. Яғни ұстаз болған кезде сізден біреу сұрақ сұраса, мүмкін мынандай шығар деп өз ойыңызбен яғни пәтуа берме деп жатыр да. Ол өтірік қалып барады. Өз ойыңыздан пәтуа беру, ол сондай өз ойыңнан пәтуа беруден аулақ бол деген мағына ғой. Көбінесе өтірік болады ол. Куну я Абдалла ихванан. Абдулла, бауырмашыл бол дейді. Ихватан ва астиқа дейді. Бауырмашыл және дос болыш. Шыншыл бол деген мағына. Занбун ла юғфару. Бір күнә бар дейді, кешірілмейді дейді. Ва занбун юғфару. Және тағы да бір күнә бар, кешіріледі дейді ол. Ва занбун ла ятруку. Тағы да бір күнә бар дейді, ол ешқашан тәрк етілмейді дейді. Енді осы үшеуін жеке-жеке шарықтайды. Қазір. Фаамма занму. Бірінші күнә. Аллази ла юғфару. Әлгі кешірілмейтін бірінші күнә дейді. Фашширк. Ол ширк дейді. Алла ширк қосу. Кешірілмейді ешқашан. Әл-куфру биллахи. Алла тағалаға қарсы шығу дейді. Күпір ету дейді. Ол кешірілмейді дейді. Уамма занбу. Екінші күнә дейді. Аллази юғфару. Әлгі кешірілетін дейді. Кешірілетін екінші күнә дейді. Фа занбул абди байнаху ва байналлахи тағала. Ол құлдың күнәсі дейді. Құлдың өзімен Алла тағаланың арасындағы дейді. Құл мен Алла тағаланың арасындағы күнә Алла тағала оны кешіріп жүреді.
Ва амма занбу аллази ла ютрак. Üçüncü күнә әлгі кешірілмейтін. Фа зулмул ибади ба'духум ба'дан. Құлдардың дейді кейбіреуіне зұлымдық қылу дейді. Алла тағала күнәлардың бәрін кешіреді, тек қана адамдар бір-бірінің ақысына кірген күнәні кешірмейді деп айтады ғой. Осы хадис. Сондықтан өзінің ақысына кіруден сақ болу керек. Алла тағала басқа күнәнің бәрін кешіреді, жаңағы ширкті кешірмейді. Кейін біреудің ақысына кірген адамды кешірмейді, егер ол адамның өзі кешірмейінше. Өйткені кешіретін болса, Алла тағала біреудің ақысына кірген адамды кешіретін болса, онда әділетсіз болып қалады. Ертең бір құл Алланың қасына келіп, мынау құл менің ақыма кірген алып бер десе, мен оны кешіріп қойғам десе, Алла тағала онда әділетсіз болып қалады. Сондықтан анау ақысына кірген адамның өзі кешірмейінше Алла тағала кешірмейді. Иякум ва зулма. Сендер зұлымдықтан сақ болыңдар деген. Иякум сақ болыңдар. Инна Аллаха ябғудул ғанiyya аз-залума. Алла тағала залым байға дейді, ашуланады дейді. Залым. Біреудің малын тартып алып қояды. Байлар бар ғой. Мысалы үшін немесе біреудің жерін үстінен дәкмен тұрлап алып қояды. Қанша залым байлар бар ғой. Алла тағала сондайларға ашуланады дейді. Уаш-шайха аль-жахула. Немесе білімсіз қартқа ашуланады дейді Алла тағала. Жастарға айтатын ақыл жоқ қарттар бар ғой. Қалай болса солай қартайған. Алла сақтасын ондайдан. Сондай қартқа Алла тағала ашуланады дейді. Вал-аиля аль-мухтала. Бұл деген мағынасы әй аль-фақирул мутакаббиру. Тәкаппар кедейге Алла тағала ашуланады дейді. Кедей бірақ тәкаппар болады ғой, сондайға ашуланады дейді. Иякум ва дағуата дуғаа аль-мазлума. Сендер сақ болыңдар дейді. Неден? Мазлумның дұғасынан сақ болыңдар дейді. Өйткені оның дұғасы бірден ешқандай күмәнсіз қабыл болады ғой. Хайрул муъминина аль-қаниғу. Мұсылмандардың ең қайырлысы қанағатшылдары дейді. Ва-шаррухум. Мұсылмандардың ең жаманы ат-тамиғу. Қанағатсыздығы дейді. Иякум ат-тамаға. Сендер сақ болыңдар дейді. Қанағатсыздықтан сақ болыңдар дейді. Ас-суалу ахиру касбил абди. Сұрау құлдың кәсібінің соңы дейді. Бұл не деген? Ас-суалу сұрау да біреуден садаға сұрау. Мысал үшін сіз бір жерде қалып кеттіңіз, бірінші ағайындарыңыздың бәрінен, достарыңыздың бәрінен ақша сұрап шығасыз да. Осы жерде қалып кеттім, кәсіпбиіме ақша сал жерде. Бәрінен сұрап шығасыз, ешкім бермесе, кейін бір көшедегі адамнан сұрасаңыз болады да. Мен осындай жерде қалып кеттім, саған көмектесе аласыз ба деп. Соны айтып жатыр. Ахиру касбил абди деген, яғни барлық қолынан келетін нәрселерді істейді дейді бірінші. Сұрайды, жан-жақтан сұрап шығады. Ең соңында көшедегі адамнан сұрайды да. Мен фатаха бабан мина суали. Кім сол сұраудың есігін ашса дейді. Яғни садаға сұраудың есігін ашса дейді. Яғни садаға сұрайтын болса дейді. Фатахаллаху лаху. Алла тағала оған ашып қояды. Сабғина бабан минал фақри. Кедейліктің 70 есігін ашып қояды дейді. Одан сайын кедей боласың да. Садаға сұраған сайын кедей бола бересің дейді. Әл-кибру аля әхлил кибри садақатын. Тәкаппарлық дейді. Тәкаппар иесіне тәкаппарлық ету садақа дейді. Біреу тәкаппарланып жатса, сен де оған тәкаппарланып жауап берсең, садақа деп отыр. Иякум вал фахша фа иннал фахша лайса минал ислам. Арсыз надан, фахша деген сол, арсыздық, надандық қой. Сондайдан сақ болыңдар дейді. Иякум. Өйткені ол фахша дейді, исламнан емес дейді. Инна Аллаха тағала ябғудул фахиша. Расында Алла тағала сол фахиш, арсыздық істеушіге ашуланады дейді. Алейкум бис-сидқи. Сендер шындыққа жабысыңдар дейді, яғни шыншыл болыңдар дейді. Ва иякум вал кадиба. Өтіріктен аулақ болыңдар дейді.
Иякум деген ескерту мағынасында. Аулақ болыңдар деп отыра бересіз. Қулил хаққа, ақиқатты айт дейді. Ва ин кана мурран, тіпті ол ақиқат ащы болса да дейді. Байтун дейді. Ла сибияна фихи, үй дейді, ішінде баласы жоқ, сәби жоқ. Сәби жоқ үйде ла бараката фихи дейді. Ол жерде береке жоқ дейді. Алла, шынында ғой, сәби үй тып-тыныш, үйінде бала шаға болмаса тып-тыныш. Бұл енді анау Алла тағаланың бала нәсіп болмай жүргендерге айтылмаған. Бірақ қанша адамдар бала сәби сүюді қалайды, бірақ нәсіп болмай жатыр ғой, оларға қатысы жоқ та. Хаққу кабирил ихвати аля сағирихим ка хаққил валиди аля валадихи дейді. Бауырдың үлкенінің дейді. Аля сағирихим, кішкентай, яғни ағаның дей берейікші, ағаның інісіне деген хаққысы дейді. Ол әкенің баласына деген ақысы секілді дейді. Яғни ағаның інісіне беретін хақысы бар да, әкенің баласына беретін ақысы секілді. Афдалун наси индаллахи, Алланың құзырында адамдардың ең абзалы дейді. Ол имам дейді, және патша дейді, және әділ адам дейді. Ла тазкуру маутакум амватакум илля би хайрин. Өлілеріңді дейді, өлілеріңді тек қана жақсылықпен еске алыңдар дейді. Өлген адамның жамандығын айтпа дейді. Узкуру махасина маутакум. Өлілердің жақсылықтарын еске алыңдар дейді. Бейшара жақсы адам еді, үйтетін еді, бүйтетін еді, бізге көмектесетін еді деген секілді. Сондай жақсы нәрселерін еске алыңдар дейді. Ал-аманату таджлибу ар-ризқа. Аманат ризық алып келеді дейді. Уәл-хиянату, қиянат жасау, таджлибу әл-фақра, кедейлікті алып келеді дейді. Ла имана лиман ла аманата лаху. Оның аманаты жоқ адамда иман жоқ дейді. Уәла дина лиман ла ахада лаху. Уәдесінде тұрмайтын, уәдесі жоқ адамда діні жоқ дейді. Инна Аллаха ла янзуру иля суарикум. Расында Алла тағала сендердің түрлеріңе қарамайды дейді. Әдемісің ба, әдемі жамансың ба, әдемі емессің ба, оған қарамайды дейді. Валакин янзуру иля кулубикум. Бірақ дейді, сендердің жүректеріңе қарайды дейді. Және ва агмаликум, және амалдарыңа қарайды дейді. Инна хусна зонни биллахи. Расында Аллаға деген жақсы ой дейді. Мин ғибадатиллахи. Аллаға ғибадат етуден дейді. Енді Алладан үміт үзбеу деген секілді мағына ғой. Алладан үміт үзбеу, ол Аллаға ғибадат етуден дейді. Ниятул муъмини хайрун мин амалихи. Мұсылманның ниеті амалынан жақсы дейді. Сондықтан әрдайым жақсы ниетте болу керек. Бисел абдун тамаға. Мына құл қандай жаман дейді. Қандай құл? Қанағатсыз құл дейді. Мынау қанағатсыз құл қандай жаман дейді. Ат-таибу миназ-занби каман ла занба лаху дейді. Күнәдан тәубе етуші дейді. Оның күнәсі жоқ адам секілді дейді. Әрдайым истиғфар айтып жүру керек. Ад-дину хуал ақлу. Дін дейді, ол ақыл дейді. Уәла дина лиман ла ақла лаху. Оның ақылы жоқ адамның діні жоқ дейді. Ол жерде нені меңзейді екен? Хадисті қарап көру керек бұл жерде. Бір жағынан ақыл-есі дұрыс емес адамға намаз оқу парыз емес. Сондықтан меңзеуі мүмкін, және басқа нәрсені меңзеуі мүмкін. Хиярукум, сендердің ең жақсыларың дейді. Атвалукум ағмаран. Өмір тұрғысынан дейді, жас тұрғысынан, яғни ағмар өмірдің көпшесі ғой. Жас тұрғысынан ең ұзақ өмір сүргендер деген ғой. Ең ұзақ өмір сүргендер дейді.
Бірақ бұл жерде ұзақ өмірдің бәрін жақсы амалмен өткізу керек те. Бейнамаз өткізетін адамдарды айтып жатқан жоқ. Жақсы амалмен ұзақ өмір сүргендерді айтады. Өйткені оның сауабы көп болады ғой. Біреу 40 жасында қайтыс болса, ол да 5 уақыт намазын оқып жақсы амал істеп қайтыс болды. Екінші адам 70 жасында қайтыс болса, ол да сол секілді 5 уақыт намаз оқыды, жақсы амалдар істеді. Анау өмір ұзағы жақсы да, сауабы көп. Көп амал істеді ғой. Nu болады, дамма болады ше. Ахсанукум аъмалан, және де сендер ең жақсыларың жалғасы ғой. Және де амал тұрғысынан ең жақсылары, ең жақсы амал істегендерің дейді. Яғни көп амал істегендерің деген мағына ғой. Утлу бил афията ли гойрика, өзінен басқаға дейді амандықты утлу тіле дейді. Амандық, жақсылық тіле дейді. Егер өзінен басқа жақсылық тілесең, турзақха фи напсика, өзіңе де ризық болып келеді дейді. Кімге не тілесең өзіңе сол келеді дейді ғой. Осы хадисте алынған екен да. Кімге не тілесең өзіңе сол келеді деген хадис осы екен ғой. Унсур ахака залиман, бауырыңа залымдықта көмектес дейді. Ау мазлуман, немесе зұлымдық көрген адамға көмектес дейді. Енді бұл мынаусы түсінікті, ал біріншісін қалай түсінеміз? Бауырың залымдық жасап жатса, соған көмектес дейді. Оны мына жерде жақсы ішінде түсіндіріп қойғанда, насру залими, залым адамға көмектес деген ол мануху мин зулмихи, оны зұлымдығынан тосу дейді. Мағынасы сондай екен да. Біреу залымдық қылып жатса, оған қосылып сен де залымдық қылмайсың, керісінше оның зұлымдығынан тосасың да, олай жасама деп. Насрул мазлуми мағлум дейді. Ал зұлымдық көрген адамға көмектесу, ол белгілі дейді. Оны түсіндірудің қажеті жоқ. Иннама юғрафу аль-фадла ли ахлил фадли дейді. Расында фадл иесінің қасиеті дейді. Сол фадл иесінің қасиеті, оны фадл иесі біледі дейді. Юғрафу емес, яғрифу болу керек. Яғрифу болу керек. Сол ізгі жан иесінің қасиетін, ол ізгі жан адам біледі деп отыр да. Кімнің жақсы екендігін оны жақсы адам біледі деп отыр ғой, яғни. Ман рузиқа хусна суратин ва хусна хулуқин ва заужатан салихатан фақада уътия. Нәді ха болады, ха. Хо емес, ха болады. Нәді зо болады. Хаззаху мин хайри дуния вал ахирати. Кім деді? Көркем сурет, яғни әдемі түрмен ризықталынса дейді. Яғни кім түрі әдемі болса дейді ғой. Және мінез құлқы әдемі болса дейді, жақсы болса дейді. Және салихалы ізгі әйелге үйленген болса дейді. Фақада уътия, онда оған дүниеде ең жақсы нәрсе дейді. Оған үлес, хаззаху деген, осы дүниеден ең жақсы нәрсенің үлесі берілген екен дейді. Уътия берілген дейді. Басынан отырайық. Кім көркем түрмен, көркем сұлулықпен ризықталынса дейді. Ва хусна хулуқин, және көркем мінезбен ризықталынса дейді. Ва заужатан салихатан, және салихалы әйелге үйленген болса дейді. Онда фақада уътия хаззаху мин хайри дуния дейді. Онда оған дейді дүниедегі ең жақсы нәрседен үлесі дейді. Оған берілген екен дейді. Алла. Вал ахирати, және ақиреттінде ең қайырлысынан болған үлесті оған берген екен дейді. Утлубу ал-хайра инда хисанил уджухи, ай мин хисанил уджух.
Кәс. Қай жерге келдік? Утлубу әл-хайра инда хисан ал-уджух. Жүздері жақсы адамдардан дейді, жақсылықты сұраңдар дейді. Иә? Жүзінде нұры бар, жүздері жақсы адамдардан жақсылықты сұраңдар дейді. Әл-муъмину ман я'лафу ва ю'лафу ва ла хайра фи ман ла я'лафу ва ла ю'лафу дейді. Не деді бұл жерде? Муъмин деген, яғни муъмин деген сипаттап отыр. Муъмин деген ол дос болатын адам дейді да. Ва ю'лафу және өзі де басқаға дос болатын адам. Дос болатын адам. Мұсылман деген достыққа шақырады, өзі де басқаға дос болады деген мағына ғой. Басқамен дос болады. Ва ла хайра фи ман ла я'лафу ва ла ю'лафу. Достыққа шақырмайтын адамдан хайры жоқ дейді, жақсылығы жоқ дейді. Және өзі де біреумен дос болмайтын адамнан хайры жоқ дейді. Әл-вахдату хайрун мин жалисис суи. Жалғыздық жаман сұхбат отырыстардан жақсы дейді. Жалғыз жүруің, яғни жаман отырыстарға барғаннан жақсырақ деп отыр да. Уәл жалису салиху хайрун минал вахдати. Енді ізгілердің отырысы дейді. Ізгілердің отырысы жалғыздықтан жақсырақ дейді. Ізгі адамдар отырса, солармен бірге отырған жақсы да, жалғыз отырғаннан гөрі. Әл-муслиму ахул муслими ла язлимуху ва ла яхдағуху. Мұсылман дейді, мұсылманның бауыры дейді. Ол оны алдамайды дейді, яғни бауырын алдамайды дейді. Бауырына зұлымдық қылмайды дейді. Және ол бауырын алдамайды дейді. Алейкум би ихуани сидқи. Ай әджлису бил асиқаи садиқина. Мынаның мағынасы жақсы әншіні көрсетіп қойған. Әджлису емес, иджлису болу керек. Иджлису шыншыл достармен отырыңдар дейді. Сұхбаттасып болыңдар дейді. Ла хайра фиман ла дойфа лаху дейді. Қонақ жоқ адамда дейді, хайры жоқ дейді. Яғни қонақ күтпейтін, қонақ шақырмайтын адамда хайры жоқ дейді. Қонақ келсе, не дейді? Bir сөз болады, қонақ келсе, он берекенің тоғызын алып келеді дейміз, сондай бір сөз болады ғой. Ол хадистен алынған ол. Хаққу дойфи уәжибун. Қонақтың ақысын беру дейді. Міндет дейді, уәжіп. Аля кулли муслимин. Әрбір мұсылманға. Инна хуснал ахди минал иман дейді. Уәдеде көркем тұру о иманнан дейді. Ахаббул хадиси илаллахи тағала асдақуху. Әңгіменің ең сүйіктісі Алла тағалаға. Ең сүйікті Алла тағала әңгіменің Алла тағала ең сүйіктісі оның ең шыншылы дейді, шын әңгіме дейді. Иякум вәл ғибату. Сендер ғайбаттан сақ болыңдар дейді. Ва иякум вәл намимата. Және сендер өсектен сақ болыңдар дейді. Ай деп өсекті тәпсірлеп отыр. Яғни дейді, ай деген яғни нақла калами роджулин иля ахыр. Бір кісінің сөзін басқа бір кісіге нақл тасу дейді. Жеткізу. Алейка би сидқил хадиси ал калами, яғни сендер сөздерінде шыншыл болыңдар дейді.
сөздеріңіз шыншыл болыңдар дейді. والوفاء بالعهد وحفظ الأمانة فإنها وصية الأنبياء. және де жалғасы екен мынау ше. Және уәдені орындауға жабысыңдар деген ғой. Мына шын сөйлеуге жабысыңдар және уәдені орындауға шын сөйлеуде бекем болыңдар деп аударайықшы. Алейка деген бекем болыңдар. Шын сөйлеуде бекем болыңдар және уәдені орындауға бекем болыңдар. Аманатты сақтауға бекем болыңдар дейді. Фаиннаха дейді. Расында бұлар дейді. Уасиятул анбияи, пайғамбарлардың өсиеті дейді. Тамма дейді. Бітті дейді. Осымен 50-ші дәріс бітті. Алла, Шипахияның бірінші томы бітті. Енді екінші томын келесі бастаймыз.